Сәлем сұлуларым, бүгін біз сіздермен ерекше дәмді бауырсақ дайындайтын боламыз. Бұл бауырсақтың ерекшелігі өте жұмсақ және үлпілдек болып келеді. Ендеше менің каналыма тіркеліп, мені қолдап лайк басып қойыңыздар. Ең алдымен бізге жылы сүт, су, тұз, қант, сұйық май, жұмыртқа және ашытқы и ұн керек болады. Осының барлығын араластырып аламыз. Қанша грамм керек екенін осы видеоның астына толық жазып кетемін. Барлығын араластырып, ұн қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бауырсақ ерекше үлпілдек болып шығу үшін тестомыз жұмсақ болу керек. Тестомызды әбден қанғанша жақсылап тұрып илеп, жылы жерге орап, 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды жұқалау етіп жайып, бауырсақтарымызды 10-15 минутқа тынықтырып қоямыз. Және сол уақытта майымызды қыздырып, бірден бауырсақты пісіруге кірісеміз. Мен бауырсақты кулинарный жир мен күнбағыс майын араластырып пісірдім. Ары қарай бауырсақтың қандай болып шыққанын осы видеодан тамашалай аласыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мөлдір. Барлықтарыңызға сәттілік.